туралы айтқым келеді. Ең бірінші сіздерге айтарым, негізгі бізге кредитті даму емес, банк береді. Ал ары қарай бұл кредитті даму қоры субсидиялайды, яғни жеңілдетеді. Мысалы, сіз кредит алатын болсаңыз, оның ставкасы 20% құраса, даму оның 13%-на дейін субсидиялайды. Сонда сізде соңында 7% ставкамен несие болады. Ал енді негізі даму бізде 6 бағыт бойынша несиені субсидиялайды. Оның ең біріншісі, ең қарапайым және ең жеңілі, ол бірінші бағыт микрокәсіпкерлік деп аталады. Егер банкке барсаңыздар, маған бірінші бағыт бойынша несие десеңіздер, олар бірден түсінетін болады. Енді бұл ең жеңіл және ең оңай болғандықтан бұған берілетін суммада аса көп емес. Ол максималды сумма инвестиция үшін 20 миллион теңге және де айналым қаражаттан толтыру үшін 5 миллион теңге. Мерзімі, егер инвестиция үшін алатын болсаңыз 3 жылға беріледі және айналым қаражаттан толтыру үшін 2 жылға беріледі. Субсидиядағы соңғы ставкасы, яғни 7-8% құрайды. Бағана айтқандағыдай 20% алатын болсаңыздар, оның жаңа 12-13% даму субсидиялайтын болса, соңында сіздерге ставка 7-8% құрайды. Енді бұл жерде сіздерге айта кететін, көп адамдар қателеседі. Ең бірінші дамуға барады, жеңілдетілген несие алу үшін. Бірақ бұл қате, себебі ең бірінші сіздер міндетті түрде банкке баруларыңыз керек. Өйткені даму қоры банксіз ештеңе істей алмайды және көптеген шарттарды банк сізге қоятын болады. Ал енді қандай банкке бару керек десеңіздер, қазір сіздерде тізім шығады экранда, соны өздеріңізге скриндап алуларыңызға болады. Және де айта кететінім, егер сіздер банкке баратын болсаңыздар, сіздер кез келген филиалға бара алмайсыздар. Сіздер именно, яғни МСБ, яғни кредитование малого среднего бизнеса деген отделение бар. Сол отделениеға, яғни банк бөлімшесіне баруларыңыз керек. Әдетте бұндай бөлімшелерді бизнес клиенттерге қызмет көрсететін филиалдар деп атайды. Мінекей осы банктер бірінші бағыт, яғни микрокәсіпкерлік бойынша несие береді. Банкке бармас бұрын колл-центрға звондап, бизнес клиенттерге қызмет көрсететін филиал қайсысы және финансирование бар ма жоқ па, соны біліп алыңыздар. Енді шарттары, негізі бұл шарттарды банк қояды. Сондықтан айта кетсек, сіздерде міндетті түрде ИП немесе ТО болу қажет. Егер жеңіл алам десеңіздер, әрине ИП дұрыс, себебі ТО болған кезде бұл жерде отчеттары көбірек, ал ИП болған кезде сіздерге сәл қарапайымдылау болады. Енді ИП болатын болса, онда сіздердің отчеттарыңыз міндетті түрде алдыңғы жылдағыларға нулевка болмауы қажет. Және де сіздің ИП-ңіз немесе ТО-ңыз жаңадан ашылмауы керек, яғни кемінде 1 жыл болу керек ашылуына. Екіншісінде жақсы кредит тарих болу керек міндетті түрде, және бұл несие кредиттік нагрузкаға қарайды, яғни жүктемеге қарайды. Егер сіздің кредиттеріңіз, алдыңғы кредиттеріңіз немесе төлеп жатқан кредиттеріңіз көп болса, оған да қарайды. Және үшіншісі ол бизнес план. Кейде бұл бизнес планды сұрайды, кейде сұрамайды. Бұл да банкке байланысты болып есептеледі. Ал енді банк бізден өте көп құжат сұрайды деп айтатын адамдарға айтарым, анау айтқандай көп құжаттар сізден сұрамайды. Ең біріншісі, мысалы сізде ИП болса, ол міндетті түрде талон және уведомление сұрайды. Содан кейін соңғы 2 жылда декларация, яғни сізде упрощенный режим болса, 913 форманы сұрайды, және сонымен қоса налоговойдан немесе ЕГОВтан қарызы жоқ, яғни задолженность жоқ деген справканы сұрайтын болады. Және де бизнес план жасау қиын, немесе бизнес план жасай алмай қалай жасайын деп ойласаңыздар, онда мен сіздерге тегін дайын 100 бизнес план ұсына аламын. Маған осы астында WhatsApp номер көрсетіледі, сол номерге бизнес план деп жазып кетсеңіздер, мен сіздерге жіберетін боламын. Егер сіздер осы микрокәсіпкерлік бағыты бойынша бизнес план жасағыларыңыз келсе, бұл жерде 20-30 беттік бизнес планның қажеті жоқ, шағын өздеріңізге ыңғайлы бизнес план жасауларыңызға әбден болады. Басында айтып кеттім ғой, сіздерде схема қалай болу керек. Ең бірінші сіздер банкке барасыздар, яғни МСБ кредиттейтін банкке, яғни малый средний бизнесті кредиттейтін филиалға барасыздар. Одан кейін ол филиалға заявка бересіздер.
заявка тапсырасыздар, құжаттар жинайсыздар, олар өздері автоматты түрде даму қорына жібереді. Даму қоры оны қарағаннан кейін сіздерге ақша беретін болады. Бұл көп уақытты алады немесе созып тастайды дейтін адамдарға айтарым, негізі егер сіздер микрокәсіпкер, яғни осы бағыт бойынша құжаттар тапсыратын болсаңыздар, бұл шамамен небәрі 1 аптаны құрайтын болады. Ал енді дәл осылай мен сіздерге ең керекті және ең пайдалы ақпаратпен бөлісе кеттім. Егер видео сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз қалса комментарий қалдырыңыздар. Егер осы видео сіздің достарыңызға немесе туыстарыңызға пайдалы болады деп ойласаңыздар, бөлісіңіздер. Себебі мұндай іс-әрекет менің алдағы уақытта бұдан да көп видео шығаруыма әсер ететін болады. Назарларыңызға рахмет.